Hi guys, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз present simple. Present simple дегеніміз не, оны қазір мен мысалдармен қалай қолданылады, сол жайлы айтқанда сіздер түсінетін боласыздар. Бірінші қолданылуы сенің күнделікті қайталай беретін істерің. Мысалға сенің күнделікті қайталайтын істерің не ол? Кір жуу, сабаққа бару, тамақ ішу, күнделікті бетіңді жуу, күнделікті ыдыс жуу, тамақ істеу деген сияқты. Ал екіншісі ол расписание бойынша қайталанатын істер. Мысалы, олар аптасына бір рет болуы мүмкін. Пойызбен, ұшақпен, үнемі тура бір уақытпен жүретін нәрселер ше. Үшінші ол сенің өмірде істейтін және істемейтін істерің. Жалпы айтқанда жұмыс істейсің, сабақ оқисың, мектепке барасың, бармайсың деген сияқты. Present simple ол іс-әрекеттің дәл қазіргі болып жатқандығын білдірмейді. Тек сенің күнделікті істейтін іс-әрекеттеріңді білдіреді. Енді жасалу жолы. Бірінші болымды түрі. Болымды түрінде кәдімгі өзіміз білетін сабжекттер, яғни I, you, we, they есімдіктеріне verb жалғанады. Verb дегеніміз бұл етістік. Ал егерде біз he, she, it келген жағдайда s-ті жалғаймыз. Енді мысал келтірейік. I work out in the gym every night. Мен күнде кешке жаттығу залында жаттығамын. Ал екінші she works out in the gym every night. Ол күн сайын кешке сағызмен айналысады. Келесі болымсыз түрі present simple. Present simple'да болымсыз түрінде, яғни do not және does not деген қосылады. Бағанағыдай I, you, we, they мен do not'ты, ал doesn'тты he, she, itпен қолданамыз. Мысалға, I don't eat pea soup. I don't like it. Мен бұршақ сорпасын жемеймін. Ол маған ұнамайды. Екіншісі, he doesn't eat pea soup. He doesn't like. Ол бұршақ сорпасын жемейді, ол ұнатпайды. Яғни біріншінде I болған кезде don't-ты қолданып тұрмыз да, ал бағана айтқандай he, she, it-та doesn't-ты қолданамыз. Олар негізі қазақ тілінде аударылмайды. Бұл жерде бір есте сақтайтынымыз, he, she, it-та біз does not-пен қолданамыз, бірақ көп жерде s жалғауын жалғамаймыз ешқашанда. Келесі сұраулы түрі. Сұраулы түрінде де енді do мен does ол алдына кетеді. Мысалға, do you деп бастап сұрақ қойылады. Does ол жаңағы айтқандай he, she, it келгенде қоямыз. Do мен does алдыға кетеді, сосын есімдік келеді. I, you, we, they, he, she, it, сосын кейін барып етістік кетеді. Мысалға, do you study at university? Сен университетте оқисың ба? No, I don't. Жоқ, оқымаймын. Do you have a family? Сенің отбасың бар ма? Yes, I do. Иә, бар. Does she do her homework? Ол үй тапсырмасын орындайды ма? Yes, she does. Иә, орындайды. Does it work? Жұмыс жасайды ма? No, it doesn't work. Жоқ, ол жұмыс жасамайды. Достар, сабақты аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіз, және де сізге қандай тақырыптар қызықты, соны пікірге жаза кетіңіз. Міндетті түрде шығарамын. Goodbye, my friend.